Сәлеметсіздер ме? Ең әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол сіздерге келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін өте қажет. Бүгін 115-ші сабақ сын есім деген сөз табына қатысты тапсырмаларды орындаймыз. 46-шы жаттығуды оқып түсініп алайық. Самыркеш ақшыл жолақтары бар қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестерімен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Енді мәтін не туралы екен? Бұл мәтінде біз самыркеш деген құспен танысып отырмыз, иә? Демек, осы құс туралы және оның ерекшеліктері, пайдасы туралы айтылған. Мәтіннің түрін анықта. Бұл әрине әңгімелеу мәтіні. Сонымен қатар мәтіннің басында құсты сипаттап тұр, сондықтан бұны сипаттау мәтініне де жатқызуға болады. Мәтінде ақшыл, қоңыр, қызғылт деген сөздер қарамен белгіленіп тұр. Енді осы сөздерге мұқият қарайтын болсақ, ол сөздерге қандай деген сұрақ қоямыз, қандай жолақтары, ақшыл жолақтары, қандай түсті, қоңыр, қызғылт түсті. Мінекей осындай заттың сынын білдіретін сөздерді біз сын есімдер деп айтамыз. Демек, заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөз табын біз сын есім деп айтамыз. Оның сұрақтары қандай және қай. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр деген сөздерге сұрақ қоятын болсақ, қандай деген сұрақ қоямыз. Келесі 47-ші жаттығуда жұмбақты көркем жазып шешуін табуымыз қажет. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Бұл әрине қарбыз. Енді осы жаттығудағы сын есімдердің астын сызатын болсақ, жасыл, қара және қызыл деген сөздер сын есім болады. Сырты қандай? Жасыл. Дәні қандай? Қара. Іші қандай? Қызыл. 48-ші жаттығу. Оқулықтарыңызға мұқият қарап, берілген суреттермен танысып шығыңыздар. Онда аю мен қонжық бейнеленген, Сол мәтін суретке қарап мәтін құрастыратын болсақ, мысалы, менде аю мен қонжық деген мәтін. Аю қонжығын суға түсуге үйрету үшін судың жағасына ертіп келді. Қонжық судан қорқып, түсуден бас тартты. Әкесі оны желкесінен тістеп әкеліп суға тастап жіберіп еді, қонжық бірден малтып кетті. Біраз уақыттан соң қонжықтың бойы суға үйреніп, су оған ұнай бастады. Аю да баласының қорқынышын жеңе білгеніне риза болды. Мінекей осындай мәтінін құрастырсақ болады. 49-ші жаттығу. Кесте бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жазуымыз қажет. Кестеде түс, дәм, көлем, пішін, сапа берілген. Енді астына жіктейтін болсақ, жасыл, боз, күлгін дегендеріміз бұл түстер, Ал дәмге қатысты сын есімдер ащы, қышқыл, дәмді және тәтті деген сөздер жатады. Көлем, үлкен, ірі, кіші. Пішіндер домалақ, сопақ, сүйір. Сапа, жақсы, құрғақ, ұсақ. Мінекей бұл сөздердің барлығы сын есімге жатады. 50-ші жаттығу. Берілген ребусты шешіп, шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құраймыз. Бұл ребуста таза деген сөз шығады, Мысалы, бірінші сыныптың іші таза екен, екінші бөлмесін тап-таза қылып жинап шықты, үшінші таза жүру мәдениеттіліктің белгісі деген сөйлемдер құруға болады. Мінекей берілген тапсырмаларды орындап болдық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.